қоғам қайраткері, діндар Шаймерден Қосшығұлов 1874 жылы Көкшетау уезі Қотыркөл болысында дүниеге келген. Жастайынан ауыл молласынан дәріс алған. Көкшетаудағы Науан Қазірет мешітін тәмамдаған. 2015 жылы мектебіміздің ауласына Шаймерден Қосшығұловтың 3 метрлік ескерткіш бюсті орнатылды. Осы бюсті мектеп ауласына орнату және қаржылай демеушілікті Шаймерден бабамыздың ұрпағы атсалысты. Бюстің авторы көкшетаулық әйгілі мүсінші Манарбек Бұрмағанов. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша біздің ауылымызға 2 қабатты қызыл кірпіштен зәулім мектеп салынды. 2007 жылы Шаймерден Қосшығұлов аты беріліп, 1 қыркүйек күні оқушылар мектеп табалдырығын аттады. Осы уақыттан бері Шаймерден бабамыздың атын асқақтатып, мектебіміз жыл сайын жақсы түлектермен ұшыруда. Мектебіміздің өлкетану музейінде Шаймерден Қосшығұловқа арналған бұрыш ұйымдастырылған. Қабырғаға Шаймерден бабамыздың өмірбаянынан деректер жазылып, суреттер қойылған стенд ілінген. Ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Өмірзақ Озғанбай мырза осы мектебімізге Шаймерден Қосшығұловтың атын беруде үлкен үлес қосқан адам. Ол кісінің авторлық кітаптары біздің мектебімізге сыйға тартылған. Сол кітаптарының ішінде Дума депутаты Шаймерден Қосшығұловтың өмірбаяны мен қоғамдағы қызметі туралы жазылған рух күрескері кітабы біз үшін баға жетпес байлық. Осы кітапты оқу арқылы біз Шаймерден бабамыздың, сондай-ақ еліміздің 20 ғасырдың бас кезіндегі тарихын біле аламыз. Мектебімізде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында алаш қайраткері Ресей патшалығының 1-2 Дума депутаты Шаймерден Қосшығұловқа арналып асық ату алтын сақа турнирі өткізіледі. Бұл турнирдің марапаттауларына, ұйымдастыруына Шаймерден Қосшығұловтың ұрпақтары демеушілік көрсетеді. Осында жайлауы әділдікті болған. Ауыл болғанда осында 2 этажлы үй болған. Сол 2 этажлы үйді мектеп ашқан бірінші мектепті. Орыс тілін үйреткен. Осы жерде ауыл болған, сосын зират осы жерде болған. Зират, ата-бабаларымыздың жатқан жері, сол өзі білетін 3 ағайынды осы жерде тұрған Ораз, Қосшығұл, Наурыз деген. Соларға біз өзі ұрпақтары келіп тас орнаттық осы жерге. Ұрпақтары мына белгісіз зират болып қалмасын деп. Сол негізі Шаймерден Қосшығұлұлы Омбы жерінде Есілкөл ауданында жатыр. О кісіге де басына барып тас орнатып келдік. Мына кісі Ерік Шаймерденов, сол Ораз Қосшығұлының туған немересі. Мен бұл кісі Қосшығылдан тарап тұрмын, мен Ораздан тарап тұрмын. Мен ұлы атам Ораз. Сол кісіден біз ағайындас осы балықты елінен тарап отырмыз. Осы жерден ауылды біріктірген уақытта осы жерден біздің аталарымыз сонда көшіп барған.